бе? Мен қазақ тілінде видео сабақты аяқтадым. Тексеріңіз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Дидахмет Ашамханов. Жазғытыры қалмайдың қыстың сызы, масықтай құлпылар жердің жүзі. Жан-жануар, адамзат анталасам, ата-анадай елжірер күннің көзі. Оқушылар жекіру одағайлары ережесін 134-ші беттен таба аласыңдар. Мен сендерге қосымша түсіндіріп өтейін. Жекіру одағайлары мазмұны жағынан бірнеше топқа ажыратылады екен. Сабақ үшін рахмет. Сау болыңыз.